сөйтіп қайнатып алып келген ғой ананы. Еще ана ат ойланып тұр ғой, жейін ба жемейін ба деп. Деп бар ғой анау. Условиясы бізден күшті ғой ана атты. Ойлашы. Жүріс. Сөйтті да ана жерден мына атты деді ғой, $700,000 сатпай жатырмын деді ғой. Сөйтті да аттың есігін ашып қап еді, біздің келгенімізді білді ау деймін. Ана аттың бар ғой, қораның ішінен шыққанын көрсең ғой. Нұрболат, тура сен құсап шықты ғой анау. Деп шығатын бар ғой сен ше анау. Микрофон ұстап. Келді да тұратын жеріне дейін біледі ғой. Ана аттың фигурасын көрсең, бүйтіп алға қарай берейін деп тұрда денесі. Мойны бүйтіп келгенде басы кішкене құлағы бірін-біріне жабысып қалған ғой. Алға қарай бүйтіп тұр ғой. Денесінің мүскілін көрсең бар ғой, мүскіл. Ана бар ғой, аяқпен бүйтіп жүрген кезде бар ғой, тырс келе жатыр ғой. Бүйтіп сәл түймесін босатып қойса сенсің де. Ана аттың көкірегін көріп, сен көкірегіңді көргендей болдым мен ше ана жерде. Сен Нұрболат, сонымен қанша тұрады мына ат дедім ғой мен. $700,000 сатпадым деді ғой. $700,000 біреуді ұйықтап жатқан жерден қуып шығасың ғой бізде, квартирасынан, $700,000 сатпаған ғой ана атты. Құлыны $40,000. Құлынын көрсең барып қалай жатқан. Ойбай, 7 қабат жоңышқаның үстінде жатыр ғой ана. Латекс матраста жатқандай жатыр ғой құлыны. Құлын болғым келіп кетеді ғой. Ана асырап алыңшы, мына қорада біраз тұрсам бола ма келіп дедім да мен. Ана бір жылқы баққаннан гөрі 10 бала шаға баққан жақсы баука. Өліп кетесің анан бар ғой, менің ертеңіне шашым түсіп қалды ғой, мен андай жем берсем бар ғой. Ол үшін бар ғой, Жаслан той бар ма? Әбжаппар той бар ма? Ей, Нұрболат, артық тойың болса бер қарай лақтыр, ана жем болмай жатыр дейді. Өліп кетейін жарым істеймін да мен. Бір ат көрдім да, бүйтеді. Мына атты дейді $250,000 ала салдым дейді. Анау Жаслан сияқты ат ше, ол қандай ат десе, ол көкпар шаппай деген. Шауып келе жатқан кезде қорғап жүреді екен да ол. Анау сен аласың да, нені аласың ғой? Серкені алған екен, анау саған көмектеседі екен. Анау стена екен да, забор, өткізбейтін. Жасланнан бір Немене бәрі. Жаслан, тура ше, сен сияқты екі ат бар екен анада. $250,000. $250,000 келсе Жаслан сені жайлап алдап алып барамын ғой мен. Сен сатып беремін ғой мен, білесің ба Жаслан? Кезде ма, Нұрболат, сен сияқты бір ат көрдім тағы да. Ана аяғына лента байлап қойғанда бүйтіп, аяғына бинт байлап қойғанда, ана көкпардың ішінде тұрады ғой, көкпарды алып болғаннан кейін серкен аласың ғой анау. Деп аттарын секіп шығып кетеді көкпардан. Білесің ба? Одан кейін бар ғой анау, ақшаны алуға келеді ғой, деп кеп алады ғой жаным. Сен ана аттарды көрсең бар ғой, ат болғың келіп кетеді ғой. Абай биге қандай ат ұқсайды? Ау. Абай биге ұқсайтын ат бар ма жалпы? Абай биге ұқсайтын аттың бәрі өліп қалған ғой. Абай бигеге ұқсайтын атты ұрып, ломтығып шаптырамайсың ғой қазір, білесің ба? Абай бигеге ұқсайтын аттардың бәрімен не істеп тұр десе қазір адамдар. Бүйтіп, әшен көкпар көруге келесің ғой, Абайға мініп ап әшен. Ай далада. Сүйектері шығып кеткен да беліндегі. Мойны бүйтіп жатып қалған, мынандай жеріндегі сүйегі шығып кеткен. Басы көтерілмейді. Бүйтіп ана жүгенін тартпасаң көтерілмейді да басы. Сөйтіп көкпар көріп, әй деп шеттен айқайлап, сонымен қайтасың. Абай мен жас аттар сондай ол.